Сәлем достар баршаңызға, сіздермен Айжарқын. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді қарыннан жасалған ыстық салатты әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі қарнымызды алдын ала жақсылап тазалап, оны суға пісіріп аламыз. Мен ол видеом түспей қапты, кешіріңіздер. Одан кейінгі кезекте осылай үлкен бір сәбізімізді алып, оны осылай үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Оған енді сарымсағымызды ұсақтап турап, немесе осылай сарымсақ езгішпен езіп салсаңыздар болады. Сарымсағымызды салып аламыз. Осының үстінен кез келген дәмдеуішті салсаңыздар болады. Мен тұз, паприка және сәбізге арналған приправа салдым. Енді осының үстінен бір шай қасық сірке қышқылымызды қосып, бір ас қасық қызып тұрған майымызды құйып, ақ майымызды жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алып, жарты сағат, бір сағатқа осылай бетін жауып қойып қоямыз. Енді алдын ала қайнап піскен қарнымызды осылай ұсақтап, ұзынша етіп, жіңішкелеп турап аламыз. Менде шамамен 400 граммдай қарын бар. 4 кісіге арналған бір порция салат шығады. Осылай қарнымызды ұзынша етіп турап аламыз. Енді осыны қызып тұрған майға бірінші бір пиязымызды осылай ірі қылып турап, кішкене қызарғанша қуырып аламыз пиязымызды. Қызарғанша кішкене қуырып, осының үстінен қарнымызды саламыз. Енді бұның үстінен дәміне қарай тұзымызды және аз мөлшерде паприка салып, бетін жауып 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Астын ақырын отта 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді көкөністерімізді тураймыз. Бізге қияр, қызанақ, шалғам және аскөк керек болады. Қиярымызды осылай ұзынша етіп турап аламыз. Қызанағымызды да дәл осылай ұзынша қылып турап аламыз. Шалғамымызды да екіге бөліп, ортасынан осылай жарты ай тәріздес етіп турап аламыз. Аскөгімізді ұсақтап тураймыз. Енді осының үстінен табадағы қарнымызды ыстық күйінде саламыз және жаңа дайындап қойған сәбізімізді осының үстінен салып, жақсылап араластырамыз. Міне достар, біздің қарыннан жасалған ыстық салатымыз да дайын болып қалды. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді болып шығады.
Сіздерге ас болсын, сіздермен болған ай жарқын. Қош сау болыңыздар.